Халал сауда бұл ислам шариғатына негізделген сауда түрі. Бұл саудада сатылатын өнімдер мен көрсетілетін қызметтер мұсылмандық нормаларға сәйкес болуы тиіс. Мысалы, олардың құрамында алкоголь, шошқа еті немесе тыйым салынған басқа да заттар болмауы қажет. Барлық операциялар адалдыққа негізделген, сатушылар алдау, бағаны артық көтеру немесе әділетсіз келісімшарттардан аулақ болуы тиіс. Сонымен қатар, өсімқорлық, риба секілді қаржылық әрекеттер қатаң тыйымға ие. Халал сауданың негізгі шарттары: 1. Өнім мен қызметтің тазалығы мен шариғатқа сәйкестілігі. 2. Әділдік пен адалдық, тауардың сапасы мен бағасы тұтынушыға ашық түсіндірілуі қажет. 3. Рұқсат етілмеген әрекеттерден бас тарту, оның ішінде өсімқорлықты болдырмау. 4. Қоғамға және қоршаған ортаға зиянын тигізбеу. Халал сауда ережелері әділеттілік пен өзара түсіністікке негізделген қарым-қатынастарды дамыта отырып, екі жаққа да пайда әкелуді көздейді. Мұндай сауда этикасы адал және әділ экономикалық экожүйе құруға ықпал етеді.